Ассалаумағалейкум достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін көптеген жіптер алдым, сол жіптерге обзор жасайтын боламын. Распаковка дейміз ғой. Мына осындай жіп алдым, Ярнард Мерино, Flowers Merino деген жіп. Цветі түсі 545, турецкий жіп. Так, міне қараңыздар. 4,5 мм спицы қолдануға болады, және 5 мм крючок пайдалануға болады. Мұнда, мына қараңыздар, 25% жүн бар, және 75% акрил бар. 225 грамда 590 метр. Бұдан қыз балаларға көйлек, немесе бактус тоқуға болады, комбинезон тоқуға болады. Өте әдемі жіп, жұмсақ жіп. Маған өзіме ұнап қалды, сондықтан алдым. Бұл бағасы еще скидкамен тұрған екен, тем более сондықтан алып алдым. Келесі, міне осындай бір маечка, қараңыздар, палитраларын қараңыздар. Бір маечка Alize Superlana Maxi жібін алдым. Міне Alize Superlana Maxi. Бұның да құрамы 25% жүннен тұрады, 75% акрилдан тұрады. Бұл да түріктің жібі. Бұның фирмасы Alize, ал мұнаның фирмасы Ярнард. Мұнда, мұны қараңыздар, 8 бен 10-ның арасындағы специяды қолдануға, 7 мен 8 арасында крючокты пайдалануға болады. Бұл жіптермен көптеген дүниелер тоқуға бар. Шапка, снуд, кардиган, комбинезон, көптеген нәрселер тоқуға болады. Бұндайдан мен міне 3 моток алдым. Алдағы уақытта мен каналымды қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алдағы уақытта көптеген осы жіптермен тегін сабақтар түсіретін болам. Қараңыздар. Мен бүгін как хомячок болып келдім үйге. Тоймай жіпті ала бергім келеді, көрген кезде шыққан келмейді. Сосын осындай түстерді алып алдым. Қараңыздар. Тағы да сондай. Жасыл түсі. Қараңыздар. Бұның цветі, мен қазір сіздерге айтамын. 260 номер. Осындайдан 3 моток алдым. Міне 3-ші мотогым. Және де мына цветті айтайын. Міне 204 номер. Бұның цветі. Мына ақтікі 55 номер. Қыздар прямо керемет ұстай бергім келеді. Цветтері әдемі. Одан кейін қалың жіптерді көрсетіп алайын әуелі. Осындай. Тағы да Alize фирмасынан Alize Superlana вот классик жібін алдым. Неки. Мен әдейі осындай түстерді таңдадым, комбинация жасау үшін. Осы 3 цветтен қосып комбинезон тоқысам деп отырмын. Алдағы уақытта мен каналымда болады. Сондықтан күтіңіздер. Мынаның цветі 28 номер. Мұнда 100 грамда 240 метр. Бұның құрамы 51% акрилдан тұрады, 49% жүннен тұрады. Alize Superlana классик. Бұл жіпті де мен қатты жақсы көрем. Негізі Alize фирмасының жіптерін өте қатты жақсы көрем. Және мынандай екіншінің түсі Color 98. Бұдан да 2 моток алдым. Құрамдарының барлығы бірдей. Және мынау үшіншісі 161 номер. Егер сіздерде осындай түсті қаласаңыздар деп, мен түстерін айтып кетіп жатырмын әдейі. Қазір келесі қыздарымдай бірінші рет норка жібін алып тұрмын. Құдай қаласа бір 5-6 күннің ішінде жаңа мастер-класс салатын болам. Қараңыздар. Пухнорка жібі. Бұның құрамында
пух бар, көбісі қытайша жазылған. Негізгі метражы 300 метрден асады. Қасында осындай дополнительный ниткасы жүреді. Бірінші рет алып тұрмын, өзім бірінші рет тоқып көрейін деп тұрмын. Бұл қазір көрінбей тұр ештеңесі. Кейін мынаны мысалы бір затты тоқығаннан кейін оны жуып, жаңа пармен обработка жасайтын болсақ, мына пухының бәрі көтеріліп, әдемі болып тұрады. Осы цвет ұнады, осындай цветтен алдым. Пух норка жібі. Және одан кейін мынадай жіп алдым. Бусинка деген. Мұнда 90% хлопоктан тұрады, және 10% вискозадан тұрады. Мұнда 110 метр, 50 граммда. Бұл жіп Россияның жібі. Кешіріңіздер. Бұның түсі міне бусинка цыпленок деп аталады. 3034 номер. Өте әдемі қыздар. Мынау вискоза деп тұрған, ішіндегі мынау жылтырап тұрған нелері ғой, сол вискоза 10% деп тұрған сол. Мынаны скидкамен тұрған екен. Сондықтан алып алдым. Бір мотоғы 400 теңгеден тұр екен. Құдай қаласа алдымызда жаз келе жатыр, көктем келе жатыр. Соған орай алдым. Бұған құдай қаласа көйлек тоқитын болам, жаздық көйлек. Алдағы уақытта күтіңіздер. Осындай жіп алдым. Келесі мына қыздар қараңыздар. Не деген көп десеңіздер. Қараңыздар. Мако дейді. Детский жіп бұл. Бұл да тоже турецкий жіп. Қараңыздар, крючок 2,5 пайдалануға болады. Спицадан 3,4 пайдалануға болады. 50 граммда 130 метр. Құрамында міне 25% жаңағы жүн бар, 75% акрил бар. Произведено ЮР деп тұр. Германиядан шығады екен, турецкий емес екен қыздар. Германиядан шығады екен. Мен мына бірінші рет алып тұрмын. Осы Наконың нелерін бірінші рет алып тұрмын. Мына түс маған қатты ұнап қалды. Барлығы бірдей. Мынада мен тек қана 4,5 крючок 4,5, спица 4,5 пайдаланады. 50 граммда 130 метр. Бұл да Нако бобина деген түрі. Және Magic деген жіп алдым. Түсі 57-18. Мына жерде түсі айтылмаған екен. Пряжа для ручного вязания Baby Joy деген 70% жүннен, 70% 30% жүннен, 70% акрилден тұрады. 50 граммда 133 метр. Номер 4-ші крючок пайдалануға. Осы жіппен бірдей. Осы екеуін бір дүние шығарғым келді, сондықтан алып алдым. Бұлар да скидкамен 400 теңгеден тұр екен. Мынау да скидкамен 400 теңгеге тұр. Скидка десе біздер жанымыз кіреді ғой, тоқтай алмай қаламыз. Сондықтан осыларды алып алдым. Мына бүгінгі алған жүптерім емес, негізі бұларды алдын алып қойғанмын. Бірақ обзор жасаймын деп сөге қолым тимеді да. Енді бірге жасап жатқасын, осылармен бірге жасап тастайын дедім. Және мынадай мына Alize Soft деген. Негізі Alize'нің фанаткасы болып кеткенмін әбден. Бұдан көп деген дүниелер тоқуға болады. Номері 3 және 5 спицы пайдалануға болады. 2 мен 4 номерлі крючок пайдалануға болады. Бұны 50 граммда 115 метрден. Түсі 191 номер. Өте прям жүмсақ. Балаңызға тоқып берсеңіз, мынадан жүмсақ дүние шығады. Қалың болып шығады. Қараңыздар, суретінде плед тоқып қойған, е? Бұдан тек қана плед емес, балаға кофта, шалбарымен, комбинезон, жаңағындай неше түрлі нәрселер тоқуға болады. Тек қана балаларға емес, үлкен кісілерге де тоқи беруге болады. Одан кейінгі мына Alize Diva, Alize'нің фанатымын деп айттым ғой мен сіздерге. Мұнда қазір мен сіздерге айтам, мына
8% эластиктен тұрады, 92% микрофибрадан тұрады. Микро акрилдан тұрады. Міне 2/3 номерлі крючок пайдалануға болады. 3,5-4,5 миллиметрлік спицалар пайдалануға болады. Бұл 100 граммда 400 метр. Мен ойлағам осыдан тоже новорожденный болады ғой балаларға. Көйлек, сондай тоқсам жазға қарсы осылай алдын ала алып қойған жібім. Бұл да скидкамен тұрған жіп. Өте керемет. Негізі Alize Diva жібінің өзі әдемі ғой. Alize Diva. Мынау Alize Diva Stretch деген атымен. Осындай жіп. Бұл да турецкий жіп. Өте керемет. Маған қатты ұнайтын жіптердің бірі. Одан кейінгісі мына Alize Cotton Gold дейді. Хлопықтан мынау. Мына қараңыздар. 55% хлопық бар ішінде және 45% акрил бар. 100 граммда 330 метр. Бұл да мына қараңыздар 3,5 және 5 мм спиц пайдалануға болады және 2-4 мм крючок пайдалануға болады. Бұның түсі 22905 2905 деген номерда. Бұл мынандай комбинированный түстер. Қараңыздар. Ашық сұр болып келе жатады, қанық сұрға айналып кетеді. Міне. Одан да қанық сұрға айналады. Өте әдемі. Бұдан да Құдай қаласа бір дүние шығады. Алдағы уақытта күтіңіздер. Мінекей қыздар. Және міне қараңыздар, Alize Divaның өзі. Маған осындай түстер ұнайды. Неше түрлі түс болып кететін түстер ұнайды маған. Alize Diva. Бұның құрамында міне қараңыздар, 100% микрофибрадан тұрады. Бұда 2,5-3,5 мм спицы қолдануға болады. 1 және 3 номер аралығында крючок пайдалануға болады. 100 граммда 350 метр. Бұдан негізі ойлап отырмын билеткама тоқуға жетпей жатса тағы да осындай бір моток алып, детский қыздарға негізі көйлек тоқығым келген. Соған алдым. Және тағы да менің ең сүйікті жіптерімнің бірі Yarnart джинс жібі. Қараңыздар. Мынаның түсі 61 номер. Мынаның номері 62 номер. Мына 55% хлопықтан тұрады, 45% полиакрилдан тұрады. 50 граммда 160 метр деген. Қараңыздар. Специи номер 3,5 пайдалануға болады. Крючоктан 3,5-4 номер пайдалануға болады. Мен алдын осындай екі түсті комбинировать етіп, қыз балаға арналған етікше тоққанмын. Сол кезде бірақ мен крючок номерін 2,5-да алдым. Маған 2,5 шамал тығыздау тоқығым келді. Сосын сондай нелерді алдым. Маған қатты ұнады. Мына жіптердің барлығы керемет. Одан кейін міне қараңыздар. Тағы да Alize Cotton Gold Hobby деген. Бұл жіппен көбінесе ойыншықтар тоқиды. Мына жерде көрсетіп тұр. Ойыншықтар тоқуға арналған негізі. Бірақ тағы да басқа дүниелер тоқуға болады. Міне қараңыздар. 55% хлопықтан тұрады, 45% акрилдан тұрады. Қараңыздар, номері 3,5 номерлік спицы пайдалануға болады. 2-4 мм 2 және 4 мм крючок пайдалануға болады. Неге қараңыздар, 2 моток алдым. Маған ұнақ қалды. Білмеймін, осы түс ұнағаннан кейін алдым. Алдағы уақытта көреміз не шығатынын. Қараңыздар. Және қараңыздар. Детская новинка. Детская версия. Бұдан кішкентай балаларға арналған көптеген дүниелер тоқуға болады. Құрамы высокообъемный акрилдан тұрады құрамы. Бұл российский жіп, Россиядан шығады. Номері 01. Міне
специй номер 3 пайдалануға болады. Крючок 2 мен 4 аралығында пайдалануға болады. Міне 50 грамда 200 метр болады. Бұларда 50 грамда 200 метр. Мына жерде міне тоже солай көрсетіп қойған. Екеуінің этикеткасы екі түрлі. Екеуі негізі құрамдары бірдей, бір фирманікі. Просто этикеткасын ауыстырған. Жұмсақ. Бұдан да көптеген дүниелер тоқуға болады. Мына құрамда енді шерсть жоқ, мына баланың денесін қышытпайды, бір жақсы жері бар ғой. Осындай жіптерді пайдалансаңыздар. Және соңғысы коко деген жіп. Колор түсі 4309. Міне 100% хлопоктан тұрады. 50 грамда 240 метрден. Міне қараңыздар. Специядан 1,5-2 миллиметрлік специ пайдалануға болады. Крючоктан номер 2-ні пайдалануға болады. Так, бұл Германияның жібі екен. Міне произведено. Жазылып тұр. Индия дейді. Германия. Нақты несі жазылмапты, ана жерде көп нәрсені жазып қойған. Енді соңғысы Германия дегенді оқып тұрмын. Мінекей. Мынаның түсі 38-85. Мынау 43-09. Мінекей қыздар. Мен сіздерге бүгінгі алған жіптерінің бәріне айтып өттім. Міне қараңыздар. Қаншама жіптер. Енді осының барлығынан бір дүние тоқып шығару керек. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар. Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін жаздық жіптермен таныстыратын боламын. Мінекей қараңыздар. Осындай бір пакет жіп алған болатынмын. Мінекей осындай. Қазір енді таныстыратын боламын. Алдымен кіші пакеттен бастайын. Мінекей қараңыздар. Пехорка жібі, ажурная. Пряжа для ручного вязания деп тұр. Бұның құрамы мына мерсеризованный хлопок. Бұл таза хлопок емес, кішкене қоспасы бар хлопок. Бұның цветі мына 181 цвет. Өте керемет, мына летняя жіп қой. Осы көктемге, жазға арналған бас киімдер тоқуға болады. Сол үшін мына алып қойдым. Так. Мына жерде мына қараңыздар, 2 және 4 номерлі крючоктарды пайдалануға болады. Метрі 280 метр, 50 грамда 280 метр болады. Өте әдемі жіп, мына қараңыздар. Одан кейінгісі мынандай Анна Спринт деген жіп. Производство в Пакистан, эксклюзивно для Саям Россия дейді. Бұл да 100% мерсеризованный хлопок. Құрамы бұның 100 грамм, метрі 450 метр. Бұның цветі міне 12-54 цвет. Өте әдемі, переходтар ұнады маған.
Бұдан да алдағы уақытта менің каналымда жақсы бір дүние шығатын болады. Сондықтан менің каналыма тіркеліп кетіңіздер, жоғалтып алмаңыздар. Осы жолы сіздерге тек қана жаздық жіптерді таныстыратын боламын. Алда бізде жаз келе жатыр. Қарап тұрсаңыздар, қазір басқа аймақтарда уже күн жылып кетті. Бізде әлі күн кішкене салқындау. Алдағы жазғы уақытқа осындай жіптер алып қойдым. Мінекей. Одан кейін қараңыздар, кішкентай ғана, е. Бұның да маған түсі ұнады. Қараңыздар, бұның түсі 46-58 номер. Бом Коттон Макси деген золотая коллекция. Германский технология деп тұр. 100% мақта және 30% вискозадан тұрады. Пряжа для ручного вязания дейді. Қараңыздар, мына жерде айтады. 1,5 миллиметрлік спица немесе крючокпен тоқуға болады бұны. Так, міне 50 граммда 250 метр ғана бар. Бұл бізге бір беретка тоқуға жарайды. Алдағы уақытта жаздық беретка күтіңіздер. Одан кейінгі неке қараңыздар. Ника деген жіп. 100% хлопктан тұрады бұл. Камтекс компаниясынікі мінеки. Қараңыздар, специи мен крючоктан, міне специядан 1,5-3 миллиметр аралығында қолдануға болады. Және крючоктан да дәл солай 1,5 және 3 миллиметр аралығында қолдануға болады. Мінеки. Российский жіп, Made in Россия. Так, қараңыздар міне. Бұның қазір қанша метр екенін айтам. Таба алмай қалдым. Бағана көрген едім бір жерінде. Негізі бұл да міне қараңыздар міне. При кондиционной влажности деп тұр. 100 граммда 500 метр. 100 граммда 500 метр. Мына жіппен почти бірдей, бірақ метражы үлкендеу бұл жіптің. Неке. Келесі бізде мына менің ең сүйікті жаңағы фирмамның бірі, бұл Alize Cotton Gold Fine жібі. Бұл жіпті мен былтыр жазда тоқып көргенмін для пробы. Тест ретінде тоқып көрдім. Бұдан деген особенно балаларға күшті шығады екен. Мен көйлек тоқығанмын. Қазір сіздерге осы жерге көйлектің несін көрсетіп жіберемін, қандай болғанын. Сосын мен сіздерге айтам. Бұл баланың денесіне өте жұмсақ. Мысалы, мына хлопоктар кішкене қаттылау болады ғой, таза хлопоктар. Бұның құрамында таза хлопок емес, міне қараңыздар, 55% мақтадан тұрады және 45% акрилдан тұрады. Бұл баланың денесіне жөп жұмсақ болады. Мен өзім сестренкама тігіп тоқып бергем, ағамның қызына. Ол әлі күнге дейін киіп жүр, тастамайды, басқа ештеңе кимейді, соны киіп алады. Қараңыздар, бұл міне 3 және 4 миллиметрлік спицамен тоқуға болады, және номер крючок номермен 2 және 3 номерлік крючокпен тоқуға болады. Бұл турецкий жіп. Бұл турецкий жіп, бұның 100 граммында 660 метр. Ойлаңыздар, қанша. Мұна мысалы бір жіптің өзі детский көйлекке жетеді. Бір жасқа дейінгі балаларға немесе жаңағы бір жасқа дейінгі және бір жастағы балаларға тоқуға болады. Нені жететіна бір мотогы. Кішкене мен камерамды көтерейін былай. Қазір менің нелерім симей қалады. Бұның түсін айтпаппын ғой. Бұның түсі, мен сіздерге айтайын. Міне, көрініп тұр ма? 149 номердегі түс. Енді біздер дәл осы Alize міне Cotton Gold Fine жібі, просто біздер түсін ғана айтып отырамыз. Міне осындай цвет алдым. Бұның түсі 87 номерлі түс. Жаздық көйлектер, өте көп жаздық көйлектер тоқитын болам алдағы уақытта. Неке, мынау малина болса, мынау бордовый цвет. Қараңыздар, қандай әдемі. Бұл барлығы бірдей, бұл жерде міне түстері ғана басқаша. Міне 390.
көріп тұрсыздар ғой. Так, бұмен әлі бітпеді. Және мынадай түсі бар. 98-ші нежный розовый. Қараңызшы, қандай әдемі. Мінекей. Мынадай түстен екеу алдым. Мінекей. Мына бежевый, кремовый дейма, не дейді, бежевый цвет. 262 номерлі. Мінекей. Қараңыздар. 187 лимонный цвет. Мінекей. Тоже бұдан екеу алдым лимонный цветтен. 187, е? Қараңыздар. Ой, пудровый цвет. Қараңыздар, қандай әдемі қыздар. Мына 393 номер. Мына 393. Жаңадан бастап келе жатқан тоқымашылар болса, бұл өте керемет ақпарат деп ойлаймын. Қараңыздар. Жіпті составын бәрін айтып отырмын. Мына жерде қанша метр, не тоқуға болады. Мен өзім тоқып көргеннен кейін сіздерге совет беріп жатырмын. Вау, мынаны қараңыздар, қандай әдемі сап-сары түс. Көрдіңіздер ме? Әдемі күшті көйлектер шығайын деп тұр, Құдай қаласа. Міне 216 номер. Даже бұдан көйлек қана тоқып қоймайсыздар. Бұдан кез келген дүние тоқи бересіздер, жаздық. Но бірақ в основном мен сіздерге айтайын, балаларға тоқысаңыздар өте жұмсақ. Міне 65 номер тоже. Қып-қызыл. Мына жерде бізде бордовый болды. Міне бордовый, розовый, ашық розовый. Қандай еді, жаңа ұмытып қалдым ғой. Ашық розовый цвет. Мінекей, қараңыздар. Көрдіңіздер ме? 56. Мінекей. Қараңыздар, камерамды алайын, мен сіздерге көрсетейін байына. Қараңыздар, қандай әдемі палитралар, е? Мінекей. Өте әдемі палитралар. Мінекей, қараңыздар. Көріп тұрғандарыңыздай. Алдағы уақытта көп деген дүниелер тоқитын боламын. Иншаллах, қолым жазылсын. Сәл ғана қалды. Мына қолымның зеленкасына қарамаңыздар. Мінекей. Өте керемет. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар. Ассалаумағалейкум. Міне бүгін біз Алматыдан келген посылкамды ашатын боламыз. Оның ішінде міне байқап тұрған боларсыздар. Табандарға заказ бергенмін. Ал енді ашып көрейік, қандай табандар бар екен. Бисмилля. Вау, қандай керемет, қараңыздар. Мінекей, қараңыздар, шетінен мен сіздерге көрсетейін. Мінекей, мынандай домашний тапочканың табанына заказ бердім. Турецкий. Бұл су өткізбейтін табан. Көріп тұрғандарыңыздай. Мінекей. Подошва для пинеток деп тұр. 37-38 размер. Су өткізбейді. Ішімді мынадай. Жылы табаны. Бұл үйге арналған тапочкаға табандарымыз. Қараңыз, бұндай табандардан міне 37-38, 39-40, және 35-36, және 32-33 размер бердім. Үйге арналған табандар міне барлығы. Мінекей.
және мынадай детский табанымыз бар. Мына. Бұның ұзындығы мен қазір сіздерге өлшеп көрсетейін. Міне 13 сантиметрлік. Сіздерге көрініп тұр ма екен? Міне қараңыздар. Мына 13 сантиметрлік. Мінекей. Және мына қараңыздар. Үй тапочкасына арналған андай подушкасы биік табанымыз мына. Үй тапочкасына арналған. Бұл табандармен мінекей. Мынадай аяқ киімдеріміз тоқуға болады. Мына. Үйге арналған табандарымыз мына. Осындай табанмен үйге арналған аяқ киімдер тоқсақ болады. Отыз 38 размер, бірақ бұлар маломерка жүреді. 36-37 размерге келеді. Және неке қараңыздар. Ой, неке. Мынандай табандар. 32-33 размер. Гелевый, мына. Осындай табан, ішінде мынадай подошвасы бар. Мынау тесіктеріне тоқитын боламыз. Бұл менің қызыма арнап берген табаным. 33-32 размер. Сырт аяқ киімдерге арналған табандар. Мінекей. Одан кейін мынадай табандар. Сыртқа киюге арналған табандар бұлардың барлығы. 39 размер. Мінекей. Бұлар кроссовкиге арналған табандар, қаттылау. Мына жіптерінен алып тоқитын боламыз, мінекей, қараңыздар. Ішінде мынадай подошвасы бар. Барлығы ауа өткізетін табандар, жаздық, өте керемет. Мінекей. Мінекей, 39 табан. Және мына қараңыздар. Мына 39 размер, бірақ та бұл маломерка 39 болғанменен бұл сыртқа киюге арналған табан. Бұдан біз шлепке тоқсақ болады, болмаса балетке тоқсақ болады. Биігі табан ретінде жаңағындай сандали тоқсақ болады. Енді әркімнің өзінің таңдауына байланысты өте жақсы табандар. Мына қараңыздар. 39 размер. Алдағы уақытта осы табандармен көптеген дүниелер шығатын болады. Және міне 38-39, бұл 36-37-ге келетін табан. Домашний табан. Міне жаңа мен сіздерге көрсеткен табан. Міне, көрдіңіздер ме? Осындай табандар. Су өткізбейтін. Мінекей. Жаңағы ақ табанның қарасы, бұл да жиегінде сары жіппен тігілген. Мінекей. Бұл да 38 размер. Одан кейінгі 37 размер. Міне, қараңыздар. Мына ақ табан. Мына майса. Мына қараңыз. Міне 37 размер.
мынау мен өзім жолдасыма заказ бердім. 42-43 размер. Міне табаны іші мынадай. Мына жағын қойса да болады, болмаса мына жағын қойса да болады. Мінекей. Мына жерде қарасаңыздар, мына тесіктері бар. Көрініп тұр ма сіздерге? Осы тесіктер арқылы тоқитын боламыз. Мінекей. Осындай табандарымыз. Міне жаңағыдай табанның 38-і. Міне. Және бұларды қандай жіптермен тоқимыз деген сұрақтарыңыз болуы мүмкін. Ол үшін неке біз мынадай жібек жіптерге заказ берген болатынбыз. Мынадай жіптер качествосы өте керемет. Алдағы уақытта тоқып көрсететін боламын. Неке. Былай ашып көрсетейін. Сұр цветі бар. Мындай золотой цветі бар, мінекей. Алтын түсті цветі бар. Мына жақта да дай солай. Қара түспен алтын түстер. Одан кейін мынандай қоңыр түсіміз. Және мынандай ақ түсіміз, және жасыл түсіміз бар. Мінекей. Так. Және мына қара. Осындай. Осындай заттарға заказ беріп алдыртқан болатынбыз. Және де Алла бұйыртса, осылардан көптеген дүниелер шығатын болады. Алдағы уақытта күтіңіздер. Міне. Неке. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қазақ тілді контентті қолдаңыздар. Қараңыздар.
Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Мінекей, бүгін мен сіздерге Қытайдан Pinduoduo сайтынан товар бергенмін. Соны сіздерге распаковка жасайтын боламын. Не зат бергенімді сіздерге ашып көрсететін боламын. Қазақ тілді контентті қолдап, менің каналыма тіркеліп, жазыла кетіңіздер. Көбісі маған тіркелмей көреді екен. Қазақ тілді контентті қолдап, тіркеліп, жазылып, лайк баса кетіңіздер, комментарий қалдырыңыздар. Ал ендеше бастаймыз. Мінекей, алдымен мен сіздерге жіптерімнен бастап көрсетейін, қандай жіптерге мен заказ бердім. Вау, қараңыздар. Мінекей, мынандай плюшевый жіпке заказ бердім. Үлкен екен. Күшті екен. Качествосы жағынан жақсы сияқты. Қазір қағазын көрейік. Бұл жерде барлық Қытай тілінде, ешқандай ештеңе түсініксіз маған. Бұны переводпен көретін боламыз. Мен бірінші рет беріп тұрмын Қытайдан заказға. Сондықтан сіздермен өзімнің мнением дейді ғой, орысша айтқанда. Өзімнің отзывтарыммен бөлісетін боламын, пікірлермен. Маған ұнады ма, тиімді ма, тиімсіз ба, осы қолөнермен айналысатындарға ол керек па, Қытайдан заказ берген, мысалы басқа жақтан деген сияқты. Соны бөлісетін боламын. Екіншісі де дәл солай, бірақ біз көк түсте бердік. Мінекей. Екеуі бірдей міне. Одан кейінгісі мінекей. Мен ойлап тұрмын, жібек жіпке заказ берген едім. Міне. 5 түріне заказ берген. Маған мынандай подарка салып жетті, қараңыздар. Бір ине салып жетті, пластмассовый. 4 маркер салыпты. Мінекей, және де крючок салып жетті. Маған подаркаға беріпті. Қараңыздар. Номер 2 және номер 1. Рахмет. 5 мекен, соны көрейік енді біз. Қазір. Мінекей. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеуге. Мынаның граммы азау деймін, өйткені менің алған Қазақстаннан алған жіптерім үлкендеу болған. Мынаның граммдары аз екен, енді качествосын ешқандай несі жоқ сияқты, айырмашылығы. Но чуть-чуть есть айырмашылық. Қазір мен сіздерге басқа шоқлы жіпті көрсетемін. Мінекей, қараңыздар. Мынау кішкене сәл жылтырайтын сияқты. Мынау қолымдағысы айырмашылығы бар сияқты. Сондықтан заказ берген кезде сайттарға мән беру керек. Мен, кажется, граммдары азына беріп қойдым, өйткені мынау кішкентай ғана болып қалады ау деймін. Жарайды. Жіптерімізді қоя тұрайық. Ендігі кезекте біз осы жіптерімізді пайдалануға арналған табандарымызды көрсететін боламыз. Мен табандарға заказ бергенмін. Мінекей, қараңыздар, өте жұмсақ, керемет табандар. Мінекей, қараңыздар. Качествосы өте жақсы. Мінекей, мен 37-сінен бергенмін.
Негізі бұл табандарды алатын болсаңыз 1800-2000 теңге көлемінде табасыз. Ал сайтта басқаша болып келеді. Ол сабо табаны. Мен өзіме осындайдың ағынан жаздық шлепки тоқыған болатынмын. Өте жеңіл, өте ыңғайлы табандардың бірі. Өте керемет. Мына менің домашний тапочкаларым табандары. Вот, мінекей. 38-39 дейді, бірақ бұлар маломерка жүреді. Мына жерде 38-39. Бұлар бір-екі размерге маломерка жүреді, себебі мына жіптер іш жағында орналасқан. Біз осыған тоқыған кезімізде размерлері кішірейіп кетеді. Мінекей. Бұлар 1100-ден, ал мен сайттан небәрі 400 теңге ма сондайға алдым. Және Қазақстаннан мен Алматыдан осындай ең үлкен табан мүлдем таба алмадым. Сайттан беріп қойдым. Мен жолдасым аяғына келе ме, келмей ме оны көреміз. Ең самый үлкен размер 46 размерге заказ бердім. Мінекей. Жаңа біз сіздерге 37-сін көрсетіп едім ғой. Мынау 46 размер. Қазір күзге киюге болады. Ішінде мынандай мехі бар. Қалыңдау жіппен тоқсақ, күздік аяқ киім шығып қалады. Мынаны көрейік. Вау! Менің өзімнің бүкіл берген заттарым келіп жатыр екен. Мен кәдімгідей өзім қуанып отырмын. 38 размер деп тұр. Мынау қолдан вышивка ілініп істелінген деп айтады сайтта. Қазақстанда да магазиндерді қарасаңыз, Алматыдағы осылар 1600-1500 шамасында тұрады. Негізі сайттан берсеңіздер арзанға келеді. Тек магазинді таңдағанда шатаспау керек. Бұнымен әлі біткен жоқ. Әлі көптеген товарларымыз бар. Вау! Мына табандарда бізде 2100-2200-2200-ден тұрады. Мінекей. Мен бұны қаншаға бердім? Мен уже ұмытып қалдым. Но бірақ ондай шамада тұрмайды. Мен негізі өкініп отырғанмын, сөзін шынын айтайын. Осы бекер бердім бе, барлығы келе ме, келмей ме деп. Сайтты қарасам, сайтта маған айтып тұр, что екі товарыңыз жоқ деп, бірақ оның барлығын қосып салып жіберген екен. Мен жаңа пакеттерді ашқан кезде көріп жатырмын. Барлығын қосып салып жіберген екен. Ешқандай товарым қалмаған екен, соған қуанып отырмын. Тек кішкене көңілім түскені, мен жіпті дұрыс таңдамаппын. Жіп жаңағыдай кіші грамдағысын беріп қойыппын. Жүздегі жіптерді неке қараңыздар, мынау сабо табаны. Жаңа қарасын көрсеттім ғой, мынау соның ақ табаны. Бұлар өте жақсы, жеп-жеңіл, аяқты енді бар жоғы білінбейді. Бұлар да маломерка жүреді, негізі. Егер өзіңізге тоқысын болсаңыз, бір-екі размерге, үлкен размерде бересіздер. Себебі бұл размерлер барлығы ішінде жіп, іш жағынан
тоқуға арналғандықтан бұлар маломерка болып кішірейіп қалады. Менің табандарым деп қояйын. Отыз жетінші размер тағы да мінекей. 37 размерге бергенмін қара түсінен. Жаңа мен сіздерге ашып көрсеткендей 46 размердің 37 размері. Барлығын қара табанға беріппін. Мына соның 39 размері мінекей. 39. Барлығы бүтін. Мінекей иілгенде өте жақсы. Качествосы барлығы керемет. Ең соңғысы екен. Тағы да 46 размерге беріппін. 2 размер жолдасыма 2 аяқпен тоқиын деп берген едім. Біреу келмей қалса, біреу келер деп бергенмін. Бірінші рет беріп тұрмын. Негізі барлығын көріп біліп барып берген дұрыс екен. Барлық берген затыңыз ақшасы төленсе, барлығы да келетін болады. Мынаның арнайы мынандай тесіктері бар. Осы жерге тоқуға болады. Сонымен маған Pinduoduo сайтынан, Қытайдың сайтынан не келді? Мінекей қараңыздар. Мынандай жібек жіптер және маған қосымша мынандай сыйлықтары бар. Мінекей осыншама товар келді маған. Барлықтарыңызға рахмет. Менімен болғандарыңызға көптен көп рахмет. Сау болыңыздар. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.